Сәлем, бұл маған спесе посылка келді. Не деп ойлайсыздар ғой? Мәңгілік сіріңке деп аталады. Яғни спичка, вечная спичка. Ютубтан көріп атқан боларсыздар. Бұл маған так 2 айдай уақытта келді. Өте көп жүрді уақытта. Енді сол сіздерге көрсетпекшімін, қалай жанатынын барлығын қазақ тілінде. Так, бұны міне осындай алып 4-5 мынандай несі бар, ілінетіні, және де былай ашылады. Міне мына барлығына искра, мына через осы арқылы искра істейді, мына войлық. Яғни жеңіліп қалмайды. Осы отқа арналған войлық деп айтылады, орысша. Мына ішіне бензин болады деп еді, ішіне бензин жоқ. Яғни зажигалка арналған бензиндер бар, соны бір рет капить етсе, сол 5 жылға жетеді екен. Соны капить етіп, малынып тұрған кезде мына искра көрсіз ғой. Міне от шығады өстіп. Сол от шыққан арқылы мынаны жанып тұрады. Яғни жаңбырда да, желде де бұл сөнбейді. Енді бізде пока бензин болмай тұр, бүгін келді. Ертең зажигалка арналған бензин аламыз да көреміз. Бірақ өте ыңғайлы, жақсы. Егер алатындарыңыз болса, астыға осының ссылкасын қалдырып жіберем. Сол арқылы алуларыңызға болады. Және де осыдан тағы да келген сырғалары келді. Мынандай сырғалар келді. Так, мынандай сырғалар келді. Қызыл, серый, көк, қара и розовый. Бұлар өте арзан. Где-то 19 центте тұрады. Яғни біздер бойынша 100 теңгеде тұрады. Қарап тұрса былай әдемі, бірақ темір сияқты көрінеді, бірақ пластмасс. Бірақ өте құлаққа үлкен тұрады екен. Әдемі болып ерекшеленіп көрінетін қыздарға өте жақсы. Ол да 2 ай көлемінде жүрді. Егер алатындарыңыз болса, ссылканы астына қалдырам. Сол арқылы алуларыңызға болады. Барлықтарыңызға рахмет, сау болыңыздар.